Достар, жалпы сендер ойлап көрдіңдер ме? Осы уақытқа дейін жалпы біз бірнеше региондағы ең қымбат аккаунттарды көрдік. Ал ендеше біз бүгінгі видеода жалпы Free Fire'да жалпы Индонезия региондағы ең қымбат аккаунттарды көретін боламыз. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы бала. Егер де сендер осы бала сияқты жеңімпаз атанғыларың келсе, ендеше маған тіркеліп және осы видеоға лайк басып, және де осы видеоны мұқият қарап отырыңдар, өйткені видеоның кез келген жерінде құпия сөз болуы мүмкін. Айтпақшы тағы да бір ескертетін жағдай, жалпы бізде көп подписчиктеріміз жалпы видеоны өткізіп көреді екен, өткізіп көріп сол арқылы бізде жалпы құпия сөзді тезірек іздейді екен. Жалпы ондай подписчигіміз негізінде жалпы құпия сөзді тапқанымен, олар алғаш тапқанымен, сол үшін осы уақытқа дейін олар жалпы жеңімпаз атанбай келе жатыр. Өйткені олар видеоны өткізіп көргендер, сол үшін өткізіп көргендіктен. Сол үшін давайте видеоны кез келген жерін әрбір 1 секундның өзін давай өткізбей мұқият және соңына дейін көрейік. Так, ал ендеше біз Индонезия регионы осы кезде мен көріп отырсақ кіріп отырық. Жалпы енді біз осы жерден таблица лидеровқа кіреміз да, енді осы жерден бізге әзіргені бір айда көрсеткіш екен. Ал бізге все времяны көрейік. Ал бізде нақта көріп отқандарына бірінші орында. Енді бұл жақта көріп отқандарына бізде донатта асылады екен басқа регионға қарағанда, Индонезия регионы. Бірінші орынның өзі, мысалы көріп отқандар 4.256.571 алмас салған. Бірақ негізі оның өзі аз емес, бірақ негізі басқа региондармен салыстырмалы түрде қараған кезде негізі аздау. Ал ендеше бұның аккаунты көріп, Prime 7-ге сұқпаған екен. Так, бізде бұның аккаунты көрдіңдер ма? Аккаунт әдемі көрдім, мынандай анимация бар екен ше. Былай сетін қарап отырса, сеті пайде нормально. Аккаунты 76 уровень екен, 20.538 жалпы лайкі бар екен. Так, бір гильдияда екен өзі. Так, қандай ветеран ID деген бір гильдияда екен. Кім лидер екен жалпы бұл жақта, походу бір өзі лидер шығар. Так, Индонезия, так дейтін жерде тұр. Міне өзі емес екен. Так, осы бала екен. Так, бұл жалпы аккаунт көрсін 48 уровень. Бірақ негізі бот аккаунт сияқты. Бірақ мынау жалпы аккаунты баңға кеткен ба, сонда өткені көріп отырсыңдар. Жалпы рейтингтан бронза 1 екен де, рангтан да бронза 1. Сонда бұның аккаунты походу баңға кеткен сияқты бір бәле. Или ойнамай кеткен ба. Ал ендеше бұл баланың медальдарын көрейік. Мына жақта астында ема. Мына пропусттағы медальдарды бұл түгелімен сатып алғанда. Даже медальдарды мысалы көріп отырсыңдар, 2000 медаль, 800, 4000, 7000, 8000, 9000 медаль. Ема, қаншама пропусттардың қаншама медальдарын жалпы сатып алғанда. Бірақ жалпы бізде хип-хоптан бастап ойнаған екен, екінші пропуск 2, 3, 4 ашпағанда, тағы пантераны ашпаған, ал қалғанын барлығын түгелімен ашқанда. Так, мына жақтарда жалпы ойында ойнамай кеткен, бір ай ойнағанда. Так, мына жақта бірақ медаль. Одан кейін ойын тастап кеткен сияқты. Сердце деген пропустта ойын тастап кеткендей. Өйткені бронза 1 жалпы бұда. Көріп отырсыңдар ма? Ал ендеше бұл бірінші орында тұрған игрок жалпы осы уақытқа дейін жалпы хип-хоп пропусктан бері аккаунтына 17.026.284 ақша құрып тастаған ғой, осындай теңге. Ойлаңдаршы, 17 миллион салып тастаған ғой. Ема, бір аккаунтқа. Жарайды, біз бұны көрдік. Біз ендеше екінші аккаунт көріп, жалпы бұл аккаунт қазір уақытта 8 уровень Prime екен, яғни бұл әлі ойнап келе жатыр. Аккаунтына 3.95346 алмастаған екен. Так, біз біздің профилына кірсек, так, Ибал Бикво бабы деймі, сондай. Ошым, мен дұрыс түсінбедім. Қай оқылады жалпы. Ал ендеше біз бұның гильдиясы True 2 Win Идин деп қойыпты, я? Так, біз бұның лидері, походу, лидері өз екен. Қазір уақытта бұның аккаунтта 76 000 лайк, 22.554 жалпы лайкі бар екен, 76 уровень. Королевский битва көп ойнамайды, көріп отырсыңдар, жалпы бұда неше золото 4 екен, ал мына жақта ранкада көп ойнамайды екен, серебро 3 дейді. Ал екінші жағында көріп отқанда ештеңе қоймаған екен, сонда бұл жалпы өзінің эволюцияларын барлығын жасырған секілді. Так, астындағы бір заттар тұр екен, жалпы бұл не екен түсінбедім мен нақты. Ал ендеше бұның оружиелері енді бізге ондай қатты маңызды емес деп ойлаймын, бірақ оружиесін өзі ашып көрсетпей тұр. Сонда қалай бұл? Жарайды, енді бұның аккаунтын көрдік. Жалпы бұл бала аккаунтына осы уақытқа дейін 15.821.384 алмас алып тастаған екен ғой. Ема, ойлап қараңдаршы.
Адан примерно бір 1 миллион 200 мың алмаз ғана төмен ғой, бірінші орында 200 мың теңге ғана төмен дейін. Оның өзі көп сума былайынша. Негізінде бір екеуін салыстырғанда сондай екен. Ал ендеше біз енді топ 3-ке кірген игрокты көрейік. Жалпы бұл игрок аккаунтта 3 миллион 97 мың 891 алмаз сатқан екен. Так, Нига, так, Никен Утус деген бір пайде өздерін. Ема, аккаунты 83 уровенде. Еще бұл қыз екен. Аккаунтында қазір 59972 лайк бар екен. Так, бізде Королевская битвадан, яғни рейтингтан қанша алмаз 4 екен, рейтинг көп ойнамайды жақты, 3448 очкосы бар. Ал енді жалпы ранктада көп ойнамайды, платина 1 екен. Бірақ ойланыш, осы пропустта 474 медаль сатып алған ғой. Екінші жанда ештеңе қоймаған. Еняқта неразивадасы тұр, неразивадасы мен 1 күн болып тұрғанына. Так, ендеше біз бұның медальдарын көрейік. Ема! Медальдарын көріңдер ма? Тіпті мынау, короче, ең бірінші пропустте, жалпы осы бояқ пропустың алғаш пропустінде 1229 медаль сатып алған ғой. Мына жақын көріңдер ма? Ема, 1400 мына жақта 1200 медальдар, 2222 медаль, 1000 медаль, 900 медаль. Короче, жалпы Steampunk походу бір 7-ші пропуск болу керек. Содан бастап жалпы ойнаған екен да. Бірақ содан бер бүкіл медальдарды тіпті сатып алып, даже дополнительный медальдарды да жалпы регионал медаль бойынша тұру үшін тағы да медаль сатып алған. Ойлап қараңдаршы осы қыз. Ема, сонда бұл походу бұның аккаунтта бұдан да көп жалпы басқа нәрселер бар екен. Так, бұл соңғы рет бұл рейтингтан жалпы эксперт көтерген екен, алдыңғы сезонда мейлі осы сезонда. Ал КБ рейтингтан так, еще градмастерге ішкен 35-36 сезонда да градмастер, еще 42 сезонда тағы да градмастер. Ал мына жақта көресіңдер 43, 39, 41, 37, 38, 34 дегендерде, еще 28 бен 24 сезондарда эксперт болған екен осы қыз. Жалпы былайша көресіңдер, мына жақта анимация бар, еще бұл бесконечный анимация, типа аспаннан ұшып келеді и тағына бар отырады. Бізге енді походу бұл әлі шыққан жоқ. Енді бұл қыз жалпы аккаунтына осы уақытқа дейін 12 миллион 391 мың 564 жалпы теңге салған екен. Походу бұл негізінде так 12 миллион дедім ба мен? 12 миллион. Я 12 миллион дедім ау, я. В общем, сондай ақша салып салған екен осы аккаунтқа. Былайша салғаны көрініп тұр, өткен аккаунттар медалдардың сандарына қарап былайша айтуға болады. Өткен бір медалдың өзі кемінде 20 алмаз тұрады. Так, бізде келесі топ 4-ші орынға тұрған игрок. Бұл жалпы аккаунтына 2 миллион 714 мың 841 алмаз салған екен. Так, Нигер Рефи Детос. Рефи Детос деген екен. Бұл да 8-ші уровень прайм екен. Так, бұның аккаунты 86-ші уровень. Еще 58.398 лайкы бар екен да. Еще бұл теңнен ұялып қалған ғой. 10.491 очкомен осы сезонда. Негізі градмастер болу керек бұны ерген. Мұны жаң көндірме әдемі қуған ғой еще, көндірме. Так, астында еще бұның тиктогі бар екен. Бұл пайда тиктокер екен. Так, тиктогі FF Refill дейді. Осындай жалпы тиктогын іздеп қараңдар, қанша подписчигі бар. Соны давайте комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Так, Нига Детос ител дейді. Өзі әрине лидер екен. Так, көріп отырсыңдар. Мына жағында бұл короче эволюцияның барлығын көтеріп тастаған екен. Пайда сеті нормально. Ал медалдарын көрсек, ема медалдарын көрдіңдер ма? Короче, мына охотника деген пропусттан бастап ойнағанда еш қайсысын жібермей барлығын түгелмен алып келатыр ғой. Еще мына жерде қараңдаршы, короче, ниндзя пропустте, трэпте, так, мынау атомный металл дегендерде, так, агент дегендерде, жалпы осы пропусттарда медалдарды кәдімгідей сатып алған екен. Так, ең көп жалпы сатып алған медалы бұның дәл осы пропусты екен. Так, забитой клятвы деген пропустта 7240 медаль сатып алған осы игрок жалпы. Ойлаңдаршы. Ема, сонша ақшаны қайтеді бұл жалпы салып. Ал бұл игрок осы уақытқа дейін аккаунтына бұл бізде топ 4-ші орында тұрған игрок 10 миллион 859 мың 364 теңге салып тастаған ғой. Почти 11 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа салған екен. Ал бізде көріп отырғандай 5-ші орында тұрған игрок, бұл жалпы разницасы екеуінің 10 мың алмаз екен. 4-ші 5-ші орында тұрған игрок енді 10 мың алмаздың өзі шамамен бір 40 мың теңгедей болу керек. Ал бұл бала аккаунтына 2 миллион 704 мың 328 алмаз салған екен. Бұл да 8-ші уровень прайм екен. Яғни бұл әлі күнге дейін ойын ойнап жүр. Так, бұның аккаунты ойлап қараңдаршы, не бәрі 63-ші уровеньде.
Так, аккаунтта 7568 лайкы бар екен, бірақ мынандай аккаунт қарап сендер жалпы ойламайсыңдар ғой, негізі жалпы кез келген адам ойламайды, сұмдық донат жасаған деп. Так, мына жақта так біздің өзінің гильдиясы бар екен. Так, гильдиясы походу өзінің гильдиясы, я ал ендеше екінші жағын көреміз, екінші жағын ештеңе жоқ. Ал мына жағында, короче, мынау коллекционер дегені 4000 қанша 4050 очко жинаған екен да. Ал мына жақтан осыны албаған, осындай жалпы скайджеттерді албаған екен. Так, біз көрейік, жалпы мына жақтан ешқандай эксперт жетпеген, тек қана мастерге жеткен, ал ранктың өзін тек қана 23-ші сезонда ғана мастерге жеткен екен ғой. Бірақ былайша қараптан сет ондай қатты мықты емес, бірақ бұл бала аккаунтына ойлап қараңдаршы, дәл осынша алмазды салып тастаған деп ешкім ойламайды негізде. Ал бұл бала жалпы осы аккаунтта салған ақшасы жаңағы жақын деп айтқан болатын, мен 10.817.312 теңге салып тастаған. Ойлаңдаршы осы бала аккаунтына. Ал бізде келесі 6-шы орында тұрған аккаунт, бұл өзі көріп отырғандар Нига Амони деп тұр. Яғни біз бұның профиліне кіре алмаймыз. Ал бірақ сонымен бұл бала аккаунтта 2.634.041 алмаз салған екен. Ал енді біз бұны теңгемен шағатын болсақ 10.536.164 теңге салған екен. Ал енді біз келесі 7-ші орында тұрған игрокты көрейік. Бұл жалпы аккаунтына осы атқан 2.535.448 теңге 48 алмаз салған екен. Қазіргі уақытта праймы 8-ші уровень екен. Ал енді біз бұл профиліне кірдік. 96-шы уровень. Ойлаңдаш, 150.000 лайкы бар ғой аккаунтында. Не деген аккаунт мынау? Frozen Wars деген гильдияда екен. Походу ол өзінің гильдиясы. Міне көріңіздер, өзінің гильдиясы еще бұның. Ал бұл рейтингтан жалпы мастер 3 себезді екен, 4667 очкосы бар. Ал жалпы неден ранктан 2 жұлдызды жалпы алмаз екен. Мына жағында көріп отқандарына жалпы өзінің аккаунтта ең мықты, өзіне ұнайтын киімдерді қойған екен. Мына жерде көріп кетейік. Жалпы бұл көріп отқандарына 13-ші сезонда 18, 19, 20, 21, 25, 26 сезондарда жалпы экспертке жеткен екен, бірақ грантқа жетепті. Бұл тек ранктан. Так, рейтингтен көретін болсақ, мына жақта бізде 24-ші сезоннан бастап 33-ші сезонға эксперт көтергенде 34, 35, 36, 37, 38-де грандмастер болған. 39 бен 40-ші сезондарда эксперт болғанда, одан кейін так 44-ші сезонға дейін жалпы мастер болғанда 45-те бір эксперт, 46-ші сезонда мастер болып тұр екен. Ал ендеше медалдарын көрсеңдер, так мына жақтан астына түсіп Сакурадан бастап бүкіл медалды түгелімен ашып келе жатыр. Ойлаңдаршы. Еще мына жақта жалпы кровавая деген жалпы демон пропуста бұл 2450 медаль сатып алған екен ғой. Так, одан көп медаль ешқайсы сатып алмаған. Бірақ ешқандай пропуст жібермеген. Яғни бұның аккаунтына білмеймін не бар, не жоқ, список желаниясын. Так, біздер список желаниясы. Бірақ міне көріп отырсыңдар. Короче, мына анимация жоқ екен, мынандай стенка жоқ екен, әрине мынандай 100-ші уровень нормал екен. Так, мынандай маска дейді, мынандай масканың түрі, мынандай аяп киіндер. Жалпы бұнда армалайды заттары бар, бірақ қарап отқандағындай бұның аккаунтына мен енді ойлаймын көп нәрсе бар негізінде. Енді Сакурадан бері ашып кеткен аккаунтта бұндай жалпы заттар 100% болады негізінде. Ал ендеше бұның жалпы аккаунтына салған жалпы ақшасын есептейік. Бұл біз 7-ші орында тұрған игрок. Бұл аккаунтына 10.141.792 теңге салған екен ғой. Ойлаңдаршы. 10 миллион ақша салып тастаған ғой. Сакурадан бастап ойнап. Жарайды, енді бұл аккаунтында былайша көрініп тұр, сондай ақша салған өткені былай барлық заттарды жібермей алып келе жатыр. Ал бізде келесі орында тұрған игрок, бұл да жалпы 8-ші орында тұрған игрок Амонин деп қойыпты. Бұл енді аккаунтында 2.519.616 алмаз салған екен. Ал біз бұның профиліне кіре алмаймыз, сол үшін біз бұның ақшасын еспейміз. Бұл да жаңағы орынға жақын екен. 10.078.464 жалпы алмаз салған екен. Бұл да 10 миллион ақша салып тастаған, бірақ профилін жауып қойыпты. Ал бізде келесі орында тұрған игрогымыз, бұл жалпы 8-ші уровень прайм екен, ал аккаунтына 2.335.918 алмаз салған екен. Так, Нига MP Neon деп қойыпты. Ноел деп қойыпты. Ойлаш, мынау аккаунт 88-ші уровеньде, еще қазіргі уақытта регионатор 70-ші орында. Ал аккаунтта 87.291 лайкы бар ғой.
ID-да пайда күшті негізінде. Ал біз бұны жақта көрейік. Бізге жалпы 21 сезонда мастерге жеткен екен, 24-те эксперт дейді, 29-дан 30, 31 және 33-те, 37, 38-де, 39-да 42-де дейді, 46-да жалпы бұл эксперт кешкен екен да. Ал бұл гранд мастерге 40, 41-де, 45-те, осы сезон 46 сезон дәл осы да жетіп тұр. Бірақ енді сезон бітпегендіктен мына жақта көріп отырсыңдар, әзірге эксперт деп тұр. Сонда бұл пайда келесі сезонда примерно 4 рет гранд мастерге жеткен деп отыр. Ал медальдарын көрсек, медальдарын көрдіңдер ма? 555 алып келатыр ғой медальдың барлығын. Тек соңғы жақта пропусттай медаль мына жақта. Мынау да жаңағы игрокпен, 7-ші орында тұрған игроктан кәдімгі кем түспейді мына бала. Аккаунтын көрдіңдер ма? Тіпті медалдардың өзін әдемі алып келатыр ғой. Бұның жалпы список желаниясы тек осы затта, осыны. Жалпы осы заттарған арман екен. Қалған заттар бұның аккаунтына бар. Еще ол супер геймер, еще 8-ші орын праймы бар. Екінші анады ештеңе қоймаған, астына бір сөз жазып қойып, жалпы мағынасын түсінбедім бұның не екенін. Біз бұны енді 9-ші орында тұрған игрок, бұның жалпы аккаунтына 9.343.672 теңге салған екен ғой. Сонда пайда бұл примерно 9,5 миллионға таяу ақшаны осы аккаунтқа салған екен. Бұлайынша салғаны көрініп тұр, өйткені кәдімгі сеттерінің өзі, пропусттары, медальдардың өзінің айтып тұр, жалпы ешқандай сабитаны жібермей келатыр екен. Ал біз енді 10-ші орында тұрған аккаунт, бұл жалпы аккаунт профил көрсетпейді. Ал бұның аккаунтына 1.879.498 алмас салған екен. Ал ендеше біз бұны теңгемен шағатын болсақ, 7.517.992 теңге салған екен ғой. Сонда бұл пайда 7,5 миллион ақша салған екен, бірақ профилін не үшін жауып қалғанын тек өзі ғана біледі. Так, ендеше менен бір қызық сұрақ. Достар, мұнан аватаркасын көрдіңдер ма? 11-ші орында тұрған аватаркасын қараңдыш. Мынау. Не деген игрок бұнау? Мұнан айден жазып іздеп көріңдіш, жалпы сендеге шыға ма? Бізге әлі шыққан жоқ қой, мұнау кәдімгідей өзінің фотосын қойған аватаркасына. Қалай бол сонда? Бізге шықпай ма ол нәрсе? Әлде бұл жалпы тек өзінің фотосын қойған ма, әлде бұл жалпы бір сабитадағы зат па? Давайте білетіндер болса, соны осы видеоның комментариясын жазуды ұмытпаңдаршы. Маған қызық қопты бұл нәрсе. Так, ал ендеше жалпы біз бүгін Индонезия региондағы топ 10 аккаунтты көрдік. Енді көріп отқаны жалпы емесіндегі бір жаңа қызық сұрақ қойматын, соны давайте комментария жазуды ұмытпаңдар. Және де видеоны өткізбей көрген игроктарға жалпы мысалы 2x-ке қоймай, кәдімгідей құпия сөзді, кәдімгі видеоның 0 секундтан бастап, соңғы секундына дейін кәдімгі 1x-пен көрген балдарға және құпия сөз тауып маған тіркеліп лайк басқан балдарға мен мықты настройка беретін боламын. Ал ендеше сол талаптарды орындаған болсаңдар, давайте менен мықты настройканы күтіңдер.